Саламатсызбы, Майгүл ханым. Енді біз жаңадан Gold Time деген жұмыспен айналысып жатырмыз. Енді бұған дейін де осындай интернет магазиндер болған, өзіңіз білесіз, AliExpress, жаңағы Alibaba, или жаңағы Қытайда Taobao деген бар. Ол сайттар жаңа шыққан кезінде сол компанияларға тіркеліп, жаңа серіктес болып жұмыс жасап, немесе соның акциясын, жарнасын сатып алып, бүгінгі күнде жақсы қаржылық нәтижеге жетіп отырған адамдар бар. Енді сіз осы салада жұмыс жасап жатқан лидерсіз, менің сізден білгім келейін деп тұрғаным, осы түрік онлайн интернет магазині дәл қазір сатып алған адамдарға қандай мүмкіндіктер береді? Жаңағы сіз айтып отырған 10% деген нені білдіреді? Осы жөнінде қысқаша түсіндірсеңіз, сосын өзіңіздің дәрежелеріңіз туралы қандай нәтижеге жеттіңіз? Дұрыс айтасыз, Таңатар мырза. Мынау қазір түрік интернет платформасы, дүниежүзілік түрік интернет магазині қазір басталды. Турцияда басталып, сразу Қазақстанда басталып отыр. Заңды түрде. Сондықтан қазір оны жарнама жасап көмектескендерге 10% беріп отыр. Неге? Өйткені Alibaba басталғанына міне 25 жыл болды, иә? Қазір жақсы дамып жатыр, иә? Ал ол Қытайда бұрын дамығанмен, бізде енді дамып жатыр. Мынау түрік интернет магазині енді басталғандықтан қазір жарнама жасасқандарға бүкіл 10% беріп отыр. Әлемдік табыстан. Әлемдік табыстан. Сондықтан қазір бұны бірінші болып қолдап, бірінші болып реклама жасасқандарға ғана береді 10%-ді. Кейінгі адамдар ала алмайтын болады. Сондықтан қазір бүкіл дүниежүзілік түрік интернет платформасының 10%-на егер болып қалам десеңіздер, қазір бастауларыңыз керек, қазір жарнама жасаушы болып, көмекші болып бұл компанияға келулеріңіз керек. Яғни қазір нарық босты, Қазақстанға жаңа келіп отыр. Жаңа заңды түрде ашылды. Жаңа өткен жылы ноябрьде құрылды, компания Қазақстан официально ашылды. Енді жалпы 10% дегеніміз мәнісі қандай? Сіз қазір қандай дәрежеге жеттіңіз? Өзіңіздің қаржылық, сосын денсаулығыңызға қандай пайдасы болды, немесе материалдық жағынан қандай өзгерістер болды дегенде? Қанша ақша тауып жатсыз мысалы, қанша уақыт жүрдіңіз осы жерде? Енді қараңыз, бұл түрік товарының сапалы екенін бәріміз білеміз. Оны жариялап қажет жоқ, өте сапалы. Мен бір айтып кетейін дегенім мынау кремдері. Мына түрік товарларының кремдерін бұрын қолданып көрмеппін. Ал енді мынау 4 айдың ішінде, мен сіздерге қазір жаңағы фотоны көрсете аламын. 4 айдың ішінде бір 10 жылға жасардым десем өтірік айтпаймын. Бір 15 килодай тастадым. Жаңағы несі бар, өзінің антиселлюлитный кремдері бар, майды кетіретін. Сондайлары бар, беттің әжімін кетіретіні бар, керемет күшті. Соны 20% жеңілдікпен алып, ерлерге жарнама жасап жатырмыз. Міне, киімдері бар ма, басқа нәрсесі бар ма, кремдері бар ма, ала беріңіздер деп. Олар біздің жіберген ссылкамен кіріп 20% жеңілдікпен алады. Үйлеріне шейін жеткізіп береді. Қазір растамаушы еш нәрсе төлемейді. Ал олардың алғанына мен контейнер жалдамай, еш нәрсе сатып алмай, апарып бермей 10% көріп отырмын. Сіздің сілтемеңіз арқылы? Менің сілтемем арқылы елдер алып жатыр, мен жарнама жасап жатырмын да, осындай керемет күшті нәрселері бар деп. Ал олар алғаннан маған 10% түсіп жатыр. Олар завод бағасында прямо жаңағы өндірістің орнынан алады, өндіріс орнынан тікелей алады. Қазір жаңадан басталып жатқаннан кейін үйіне мына Алматыға дейін жеткізуі тегін. 1 тонна берсе де, 1 крем заказ берсе де, қазір 1600 теңге ғана төлейді. Болды, басқа төлемейді. Сондықтан шығып жатқан жерден олар арзан қалады. Ал олар маған 20% жеңілдікпен алғанына рахмет айтып жатыр. Ал маған түріктің платформасы 10% төлеп отыр. Қазіргі кезде мен мысалы Турцияға тегін путевка алдым, және айына 2,5 миллион теңге айлық алып отырмын. Қанша уақытта жеттіңіз осылай? 5 айда жеттім 2,5 миллион теңге айлыққа. Құдай қаласа, міне одан да асып жатыр, енді жақында машинасын сыйлыққа алайын деп отырмын. Жақсы жарнама жасағандарға машинасы сыйлық бар, үй сыйлық. Тегін, бұл компания тарапынан. Бұл енді сіздің менің түсінгенде қазіргі жағдайда беріп жатқан, бұл енді кейін өмір бойы беріп жатпайды бұл компания. Миллиондаған машина, миллиондаған үй деген жоқ қой. Белгілі бір ограничение дейміз, шектеу мезгілі бар. Мынау 5 жылдың ішінде дүние жүзіне жариялап, бүкіл түріктің интернет магазині World деген бар екен, елдің бәрі кіріп алып жатқан кезде, ол сізге не үшін машина сыйлыққа береді? Басында қолдап, басында жарнама жасап, дүние жүзіне әйгілі болуына көмектескен адамдарға береді. Сондықтан бұда жұмыс жасап, жағдайыңызды жөндейін десеңіз, қазір кірісу керек. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, мысалы бәріміз историяны қазір зерттейміз, любой нәрсені. Alibaba'ны жаңа айтып өттік.
Мысалы соның 70% акциясын жаңағы жапониялық кәсіпкер, инвестор, қаржыгер яғни сатып алды да, дұрыс емес пе? Соның 70%-ның табысын қазір өзі көріп отыр. Алибаба тек қана 30%-ын көріп отыр. Дұрыс емес пе? Соның өзінде Джек Ма Қытайдағы номер бірінші миллиардер қазір мысалы. Еще ол кісінің Джек-маның жаңағы тек қана сайты тапқырлаған. Өзінде өндіріс ошағы жоқ ол кісі да. Бүкіл жаңағы сатушыларды, магазиндерді, нелердің бәрін басын қосты да, сол сайтқа біріктірді. Енді жаңағы Седан мырза деп атсыз. Бұл Седан мырза бір жақсысы шығарушы өндіріс орны мен клиенттерді, жаңағы сатып алушыларды бірге қосып отыр. Көрдіңіз бе? Бұлар өз өндірушілер платформа жасап, жаңа халықпен қосып отыр. Соны жариялап, жарнама жасауға біз көмектескеніміз бар жоға. Қазақстанда жарнама жасап жатырмыз. Қазір уже Россия басталып жатыр, Қырғызстан басталып жатыр, Өзбекстан басталып жатыр. Осының бәріне бүкіл дүние жүзіне 5 жылда түрік интернет магазині бар екенін, өндіріс орнынан үйде отырып, телефоннан заказ беріп алуға болатынын біз елдерге үйреткеніміз үшін бізге ақша беріп отыр. Керемет нәтиже, жақсы. Сондықтан кірсем десеңіздер, көп ақша тауып, жақсы машинасын, үйін сыйлық қалам десеңіздер, қазір кірісу керек. 5 жылдан кейін ол бәріне тарата бермейді, дұрыс айтасыздар. Сондықтан қазір кірісу керек. Жақсы, сізбен бірге жұмыс жасап, ары қарай сіздің жеткен нәтижеңізге бірге жетуге дайынбыз. Рахмет сізге. Келесі сағатта тағы да Құдай қаласа халыққа жақсы ақпарат бересіз. Senin olsun kalbim vazgeç gerçek veda olsun.